Ассалаумағалейкум құрметті көрермен армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Назарларыңызға футболдан Қазақстан Премьер-лигасының 9-шы тур ойындарына жасаған шолуымызды ұсынамыз. Өткен сенбі күні, яғни 18 мамырда Атырау қаласында жергілікті команда елордалық Астананы қабылдады. Қонақтардың чемпиондыққа дәмесі болса, осы ойында жеңілмеу керек еді. Бірақ ойынды алаң иелері белсенді бастады және сол белсенділіктерінің нәтижесін олар ойынның 28 минутында көрді. Гол Атыраудың белоруссиялық ойыншыларының ұйымдастыруымен салынды. Капитан Игорь Стасевичтің бұрыштамадан көтерген добын Николай Сигневич қақпаға енгізе алды. Атыраудың есепте еселейтін, ал Астананың оны теңестіретін мүмкіндіктері болса да, 1-0 есебі ойын аяқталғанша өзгермеді. Ал турдың орталық матчы Ақтөбеде, жергілікті Ақтөбе мен Шымкенттің Ордабасы командалар арасында өтті. Көрерменге лық толған стадионда өткен бұл ойында алаң иелері қанша шабуылдаса да қонақтардың қорғанысын бұза алмады. Қорытынды есеп 0-0, командалар ұпай бөлісті. Қызылордада жергілікті Қайсар командасы астаналық жеңісті қабылдады. Ойындағы есепті 22 минутта алаң иелері ашты. Гол салып көзге түскен Қайсардың белоруссиялық ойыншысы Руслан Юденков болды. Ойын барысында басым болған астаналықтар қанша тырысқандарымен олар есепті теңестіре алмады. Қорытынды есеп 1-0 қызылордалықтардың жеңісі. Қалған 3 ойын жексенбі күні, яғни 19 мамырда өтті. Талдықорғанда жергілікті Жетісу мен Петропавлдық Қызылжар командалар кездесті. Бұл ойында бірден айтайын соғылған гол болған жоқ. Бірақ іш пыстырмайтын сәттер жеткілікті болды. Әсіресе Қызылжар командасының бас бапкері Али Алиевтің ойын барысындағы реакциялары өте қызық болды. Бұл ойында Жетісу командасының бір емес 2 ойыншысы алаңнан қуылды және олардың қақпасына пенальти де белгіленген болатын. Оны Қызылжардың капитаны Евгений Березкин сәтсіз орындап гол сала алмады. Отандық мамандар баптайтын 2 команда ұпай бөлісті. Қарағандыда чемпионаттың қазіргі кезеңіндегі аутсайдері жергілікті Шахтер, оның фавориті Қостанайлық Тобылды қабылдады. Қарағандыда Тобылдың жолы болмады. Оларда жақсы мүмкіндіктер болды, бірақ олар оны голға айналдыра алмады. Ал ойынның 28 минутында Шахтердің колумбиялық ойыншысы Роджер Каньяс бұрыштамадан кейін матчтағы жалғыз голды салды. Қорытынды есеп 1-0, Шахтер 3 ұпай иеленді. Ал 9-шы турды Семейде жергілікті Елімай мен Алматылық Қайрат командаларының арасындағы матч жапты. Бұл 2 команда арасындағы матч жақсы атмосферада, тең дәрежеде және тартысты өтті деп айта аламыз. Бірінші таймда командалар бірін-бірі ала алмады, ал екінші таймда Қайрат есеп ашты. 55 минутта Алматылық команданың сұрмергені бразилиялық Жоао Пауло көзге түсті. Ал Елімай әдеттегідей ойынның негізгі уақытына қосылған қосымша уақытта соңғы секундтарда маңызды голын салып есепті теңестірді. Ол голдың авторы Юрий Перцух. Қорытынды есеп 1-1. Енді назарларыңызға 9-шы турдан кейінгі турнир кестесін ұсынамыз. Көш басындағы 3 командада, яғни Ақтөбе, Елімай және Қайрат командаларында 15 ұпайдан бар. Ал көш соңындағы 3 командада да бірдей ұпай. Тұран, Шахтер және Жеңіс командаларында 7 ұпайдан бар. Сұрмергендер тізімінің көшбасшылары өзгерген жоқ. 4 голдан салған қызылжарлық Евгений Березкин, ақтөбелік Максим Самородов пен Ыдырыс Умаев үшеуі әлі алда келеді. Осымен футболдан 2024 жылғы Қазақстан чемпионатының 9-шы тур ойындары бойынша шолуымыз аяқталды. 10-шы тур ойындары 1 және 2 маусым күндері өтеді. Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.